Шын жақсы көрген адамның махаббаты көзінен көрініп тұратыны рас екен-ау. одан кейін ешкімнен ондай жылулықты, дәл Сауранның көзінен көрген махаббатты сезінбеген Шолпан дәл қазіргі уақытта терең бір күрсініп, сол кезді есіне алады. Кейде бір жылап та алатыны бар. Уақыт қайта келсе, мүмкін бәрін басынан бастар ма еді. Сол кезде неге олай жасамадым деген ойда келеді. Бірақ бәрі кеш, өтті кетті. Енді ол жастық шақ қайта келмеске кетті. Шолпан жастайынан ұят болады мені өскен қыз. Ұят болады деп тәрбиелегеннен ба, Сауран қанша өзінің жақсы көретінін айтса да, Шолпанның ішкі жан дүниесі кері тартып тұратын. Бұрын-соңды еш жігітпен сөйлеспеген, кездеспеген Шолпан кездесудің өзіне қорқатын. Алайда Сауран Шолпанға сөз салуын тоқтатпады. Қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүрейік дейтін. Бірақ Шолпан кері тартып тұратын, айтатыны: жақсы көрсең күте тұр, мен дайын емеспін дейтін. Сауран оған дейін күте алмаймын десе, Шолпанның да қыздың назы бар, онда сөйлеспей қояйық дейтін. Солай екеуі бір-біріне бақыт тілеп, енді хабарласпаймыз деп уәде беріп тұтқаны қоятын. Тұтқаны қойған соң Шолпан бір жылап алатын. Жүрегінің бір бөлшегі суырылып кеткендей болатын. Ішінде Сауранды ұнату бар, бірақ соны сыртқа айта алмайтын еді. Оның үстіне қыз болған соң шыдап, қайта кері қоңырау шалмайтын. Арада бір апта өтер-өтпес Сауран қайта хабарласатын. Шыдай алмадым, сенімен сөйлеспесем тұра алмаймын. Ең болмаса кездеспесем де даусыңды естейінші дейтін. Бірақ сөйлескен сайын саған деген сезімім күннен күнге өршіп барады. Мүлдем өз-өзімді игере алмайтындай, сені ұмыта алмайтындай бауыр басып барамын. Не істесем болады деуші еді. Ондай кезде Шолпанда жүгіріп-ақ барғысы келеді, құшақтап алғысы келеді. Бірақ әттең ұялшақтық, қорқақтық басып тұратын. Солай күнде сөйлесу, анда-санда көшеден бір көріп қалу бұлар үшін бір бақыт еді. Міне солай уақыт зымырап өте берді. Уақытты зымырап күт деп жүріп-ақ неше жыл болыпты. Сөйлесіп жүргендеріне 5 жылдай болды. Сауранның айтатыны сол баяғы әңгіме. Ешқашан бір сөзінен танған емес. Тек сүйемін, жақсы көремін, аялап өтемін. Мына қысқа өмірде өз сүйгеніңе қосылу қандай бақыт. Екеуміз бақытты болсақ екен дейтін. Шолпанның да сыртқа шығармаса да ішінен тілейтіні сол. Бірге болсақ, бақытты болсам деп армандайтын. Уақыт тағы зымырап өз дегенін жасай берді. Бір күні Шолпан жұмыста отырған сол, қасына таныс қызы жүгіріп келді. Қалайша отырсың, Сауран кетіп барады екен ғой, білетін бе едің дейді. Қайда, Астанаға, қойшы, жай әңгіме болу керек. Жоқ, расында солай екен дейді. Не сенерін, не сенбесін білмеген Шолпан сол жерде отыра қалып жылады. Бұлай жасаған нес, неге айтпады екен? Мен 5 жыл жай сөйлесті ме? Неше түрлі ойлар келді. Өзіне не істерін білмей жылағанын басты да Сауранның нөмірін тере бастады. Арғы шеттен таныс жылы дауыс алло деп тұр. Шолпан амандаспаған күйі неге айтпадың? Нені? Кетіп бара жатқаныңда қайдан естіп қойдың? Кешкісін айтамын деп отыр едім. Резюме тастағанмын, енді хабар келді. Саған айтып үлгермедім. 10 күннен кейін жолға шығам деді. Сені бүгін кетіп бара жатыр деп естідім ғой. Олай емес, бүгін енді хабар келді. Осы адамдар қайдан естіп қояды екен деп арасында күліп алды. Мені қимай хабарластың ба? Жаным сол, ұзақ емес, бар болғаны 1 жыл тәжірибе алмастырып келемін деді. Не керек, жүрегі алып ұшқан Шолпан кішкене басылып, жарайды, кешкісін сөйлесерміз деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя салып ұят болды-ау, неге хабарластым екен? Ұнатып қалғанымды біліп қалдым екен деп Шолпан өзімен өзі ұялып отырды. Содан кешкісін Сауран тағы хабарласты. Екеуі ұзақ сөйлесті. Соңында кетпей тұрып сенің жауабыңды алып кетейінші деді. Шолпан да Сауранды қимады. Неше жыл күт дегеніме көнді. Ғашық екеніне көзім жетті. Мүмкін менің бағым осы болар деп бұл жолы Шолпан жарайды деді. Бұл сөзді естіген Сауранның қуанғаны сол кезде сөзбен айтып жеткізу қиын. Неше жылдан кейін сүйген қызының бір ауыз сөзін алу үлкен бақыт еді. Сол күні қазір барайыншы, 5 минутқа шықшы, өтініш деді. Шолпан да жарайды деді. Тұтқаны қойғаны сол. 10 минут өтер-өтпес Сауран келіп тұрмын деп хабар келді. Шолпан да алып ұшып үйдегі ата-анасынан қашып шыққанда жүгіріп шыға қойды.
Сыртқа шықса Сауранның екі езуі екі құлағында. Қуанғаннан бал-бұл жайнап тұр. Шолпан қасына жақындап амандаспақшы болып қолын бергені сол, Сауран Шолпанды өзіне қарай тартып алып, қапсыра құшақтап алды. Жіберер емес, Шолпан біреу көріп қоймасын деп қысылып тұр. Сауран оның ешбіріне мән берер емес. Неше жылға арманы орындалғандай ұзақ уақытқа Шолпанды құшағынан шығармады. Құшақтаған кезде жақын адамның жылуын сезінесің деген рас екен-ау. Өзі ұялып тұрса да құшақтай берсе екен деген ойда болды. Шолпанның өзінде ерекше бір сезімнің болып жатқанын байқап тұр. Махаббат деген шіркін, сөзбен айтып жеткізе алмайтын құбылыс қой. Солай қапсыра құшақтап тұрғанына 4-5 минут болды. Сол аралықта неше жылғы күткен ғашықтық сезімі байқалады. Жайлап құшағынан жіберген соң өзінің бақытты екенін, оған үлкен бақыт сыйлағанның бәрін айтып жатыр. Сен келіскен кезде 1 минутта отыра алмадым, сені көргім келді. Неше уақыт көз алдында жүрсең де осылай бір құшақтау арман еді. Неше жыл күткенім орындалды деп саған асыға келдім. Жаным менің, мен сені сүйемін. Мен де сені ешкім сүйе алмас. Менің махаббатым шексіз деп ағынан жарылып жатыр. Сауранның іші толып қалған екен, ішіндегінің бәрін ақтарып жатыр. Ал Шолпан бұл сөздерді естіп, бақытты екенін сезініп отыр. Кездесулері болар-болмас 15 минутқа созылды. Шолпан үйіндегілер іздеп қалмасын деп қайта үйіне кірді. Артынан қимай Сауран қарап тұрды. Арада 1 апта өткен соң Сауран аяқ астынан кететін болды. Әкесі билетті ертерек алып қойған екен, барып орнығам дегенше уақыт өтіп кетеді депті. Кетер күні Сауран Шолпанның жұмысына келді. Өзінің аяқ асты кетіп бара жатқанын ескертіп кету үшін келіпті. Келді де Шолпанға ұзақ қарап қолынан қысып кетті. Құшақтағым келіп тұр, әттең саған сөз келе ма деп, жұмыстағылармен ұялып тұрмын деп өзін әрең ұстап қоштасып кетті. Сауран кеткеннен Шолпанның көңіл күйі бұзылып, қимастық сезім болып оңаша отырып әбден жылап алды.